Саламатсыңдар ма, білімгерлер? Мен 33 топ шебері Жайлаубаева Күлмара. Бүгінгі сабақтың тақырыбы желілік ожа администрациялау. Желілік операциялық жүйелер. Желілік және таратылған операциялық жүйелер, желілік операция жүйелер, желілік операциялық жүйелер қолданылатын талаптар. Желілік операциялық жүйе пайдаланушыға желінің бір компьютерінен басқасына файлдар көшіруге, желінің бір компьютерінен басқасында орналасқан деректерді өңдеуге, ал кейбір жағдайларда басқа компьютер жадында орналасқан программаны қосуға мүмкіндік береді. Түрлі стандарттарды желілік құрылғылық қолдау. Ethernet, Nokia Ring, RSNet, FDDI. Желіні басқару стандарттарын қолдау. Операциялық жүйені класстарға бөлу. Операциялық жүйені класстарға бөлу параметрлері. Бір мезгілде орындайтын міндеттер саны бойынша, компьютерде бір мезгілде жұмыс істейтін пайдаланушылар саны бойынша, интерфейс, яғни пайдаланушының компьютермен қатынас жасау тәсілі бойынша. Операциялық жүйе түрлері: бір міндетті, көп міндетті, бір адам пайдаланатын, көп адам пайдаланатын, командалық интерфейс, графикалық көп терезелі интерфейс. Windows NT 2000 операциялық жүйесі. Windows NT 32 разрядты алғашында 1993 жылы, одан соң 1998 жылы жарыққа шыққан бірінші версиясы болып табылады. Бұл жүйе жоғары сенімді және тұрақты болып тез жұмыс жасауға арналған болатын. Сол себептен Windows NT-де түрлі қателіктер аз кездеседі. Бұның себебі NT OS 2 сияқты өзінің барлық программаларын басқаруын қадағалап отырады. Windows 3, 95, 98 ME жүйелерінде әрбір іске қосылған программа өзін басты санап және жедел жадтағы кез келген орынға ие болу үшін күресті. Сол себептен операциялық жүйенің қызметі нашарлады. NT бұл жағдайды кеңінен қарастырып, әрбір программа өзіне лайықты жедел жадтан орын береді. Бұл орындарда арнайы адрестер арқылы орналасты. Бұдан бастап NT Windows 98-ге қарағанда компьютер ресурстарына кез келген программалардың мүмкіндігін шектеді. Бірақ NT мен жұмыс жасау көптеген программалар бас тартты. NT артықшылығы жүйелік режимде жұмыс жасауда ғана. Басқаша айтқанда кез келген компьютермен байланыс жасауда белгілі болады.